сұрағыңызға бірінші сұрағыңыз бойынша мен орынбасарым Ернар Маратұлы жақында осы әлеуметтік желіден өзім көріп таңғалдым шыны керек. Оны енді орынбасарым ретінде бұған дейін бір ондай бір артық несін байқаған жоқпын, бірақ бүгінгі таңда сол мәлімет шыққан кезде ол кісі еңбекке жарамсыз парағына шықтым деп хабар берді, соны мен көре алмадым. Өзінен сұрар едім шыны керек. Ол да маған аудан әкімі ретінде маған да сын болып жатыр. Менің кадрларымыз біздің. Сондықтан да өзі жұмысқа шыққан кезде осыған түсініктеме берер. Мен сондықтан да дәл қазір ол кісінің атынан жаңағыда қандай жағдай не болған ол туралы сіздерге хабардар ете алмаймын. Екінші Ахметтің қойған сұрақтары өте дұрыс сұрақ. Әсіресе жаңа бірінші сұраққа байланысты. Ертең жұмысқа шыққаннан кейін арнайы комиссия құрып тексеру керек. Егер барлығы анықталатын болса, орнынан босату керек. Түсіндіңіз? Екінші мәселеміз интернет мәселесі бойынша ауданымызда 49 елді мекеннің 20-сы елді мекенде интернет мәселесі өте қиын жағдайда. Оны енді барлық жерде хабардармыз. Елдерде осы есепті жиналыстарда халықтың өзі сұраныс жасап, қайта-қайта осы мәселені көтеріп жатыр. Бүгінгі таңда ауданымызда мынау Қошқараты бағытында 6 елді мекенге Шаханның қырында базалық станция орнату бойынша Билайн компаниясы жерде арнайы жер беріп қойды. Ол мәселе сол енді өздері тарапынан базалық станция орнату жұмыстары өткен жылы біз күз айында орындалу міндетінде болған. Ол кісілер осы мәселені шешпей отыр әлі. Одан бөлек мынау Қызыларық ауылдық округіне қарасты Ақтөбе, Алатау, Қызыларық, сол жақын орналасқан елді мекендерді қамту үшін ол жерде де базалық станция орнату керек болады. Бұл мәселе де шешім таппай отыр. Одан бөлек бізде Транстелекомменен осы аудан орталығына жақын нерде Ақсай округіне қарасты Мыңбұлақ округіне қарасты елді мекені және Нұрлыкен, Қарасаз елді мекенде бүгінгі таңда 20 отбасына интернетке, кең жолақты интернетке қол жеткізіліп отыр. Бұл жұмыстар жалғасын табады. Енді инвестиция бойынша жалпы негізгі капиталған инвестиция көлемі жаңа көрдіңіздер. Өрде 31-де 4% артығымен орындалып, соның ішінде бірақ айта кету керек, мынау тамақ өнеркәсібіне қатысты бізде үстемдегі кәсіпорындардан соның қатысты инвестиция көлемі толық жаңағыдай атқара алмады, жоспарланған жоспарымыз орындалмады. Одан бөлек ауыл шаруашылығына қатысты 1 миллиард 100 миллион теңге көлемінде жоспарымыз болған. Бұл көрсеткіш барлығына 1 миллиард орындалды, және 100 миллион теңгенің көлемдегі инвестиция тартылмаған. Бұл жерде себебі де бар. Бізде Гамбург серіктестігі арқылы 103 миллион теңгеге есептіліктерді аудандық ставка өткізілген. Инвест-1 деген отчетымыз бар. Бірақ сол қандай болғанда білмеймін, есептілікте көрінбей отыр қазір. Біз сол мекеменің жаңағы есептілік өткізген жағдайда біз жоспарымызда болған еді. Біз орындауымыз керек болған. Міне енді біз әлі сол негізгі нәтижесіне жете алмай отырмыз. Бұл мәселеге орындалған жоқ. Енді ауыл шаруашылық жерлерінде біз өткен жылы 1,5 мың гектар жерге ұлғайту бойынша тиісті конкурсына екінші жартыжылдықта жоспарланған болатынбыз. Сол құжаттарының дайын болмауынан бұл мәселе орындалмады. Өйткені сол ішінде тиісті бөлім басшысы жұмыстан босатылды. Қазір жаңа басшы келді. Бүгінгі таңда біз 42 лот бойынша 3800 гектар жерді осыны бірінші тоқсанда өткізуге жоспарлап отырмыз. Бұл мәселені біз өткен жылғы биылғы жылы жоспарымызды мен ойлаймын өз нәтижесіне жетеді деген ойымыз бар. Одан бөлек 15 учаскені біз аукционға қазір қоюды жоспарлап отырмыз. Орман қоры жерлеріндегі өрт өткен жылы бізде жыл аяғына дейін жақсы келе жатқанбыз. Ешқандай артпай, Мойынқұм өңірінде біздің 70 гектар жеріміз бар, жайлы жерлер. Міне сол аймақта бір өрт орын алып, сол жерде аумағы жаңағы 30 гектардан асып кеткен. Сондықтан біздің ауданымыз жаңағыдай өртке қарсы жоспарларымызда осы мәселе орындалмай отыр. Ол енді орман шаруашылық тиісті әрекеттерін жасаған, бірақ соған қарамастан өрттің өршуінен кең алқапты көлемін алып отыр. Біздің аудан орталығымыздан өздеріңіз білесіздер, Мойынқұмдағы біздің штабымыз жалпы 250 шақырымдай жерді құрайды. Біздің ерікті топтағы азаматтарымыз ол енді бір мезетте жету мүмкін емес, бірақ ол арада біздің орман шаруашылығының арнайы күзет бекеттері бар. Солар арқылы біз сол аймақтағы өртті және
бірлескен іс-шара бар бізде. Ауданаралық жаңағыда орман мынау табиғат реттеу басқармасы негізінде сол іс-шараға сәйкес жақында орналасқан аудандар Байзақ ауданы, Тұрашқұл аудандарымен бірлескен жаңағы өрт сөндіруге атсалысатын сондай іс-шара орындалуы тиіс болатын. Осы менің жауабым. Мен Исламбектің сұрақтарын ары қарай жалғастырайын. Өте жақсы сұрақ қойды. Ол сізге аудан әкім есебінде сұрақ. Қазіргі таңда Жуалы ауданы өзінің мүмкіндігін толығымен пайдаланып отыр ма? Екінші, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Жуалы ауданының экономикасына инвестиция тарту жөнінен ең соңғы орында. Бірде-бір ауыл шаруашылығын, өндірісті, кәсіпкерлікті дамыту жөнінде ұсыныс болмаған. Үшінші сұрағым. Мынау жылдың басынан бері айтып келе жатырмыз. Мынау індет. Індетке байланысты жұмыс жасауымыз керек. Одан кейін індетті біз пайдалануымыз керек. Әсіресе мынау азық-түлікке байланысты. Жаңа сіздің баяндамаңызда қарайтын болсақ, мынау көкөніс, ет, сүт 1% ғана өседі. Егер Жуалы ауданында барлық табиғат жағынан топырағы болсын, суы болсын, басқасы болсын, өте қолайлы аудандардың біреуі. Бұл енді Мойынқұм ауданы емес қой. Бұл ауданда осындай кезде, сұраныстың көбейген кезінде 1%-ға көбейетін болса, онда мына ауданның экономикасы қалай дамиды? Шағын және орта бизнес жаңа жігіт сөйледі, оның менесін түсінбедім. Облыста 500-ге жуық кәсіпкер бар деген. Менің мәліметім бойынша, облыста ауданда шағын және орта бизнес бойынша 16 не бар кәсіпкер бар. Ол не ол? Тұрған жері үлкен жолдың бойында тұр. Мына бір жағында Шымкент, бір жағында Түркістан, бір жағында жақын тұрған Тараз. Соның бәрін пайдаланып кәсіпкерлікті дамытуға болады ғой. Келесі жаңа жігіт сұрақ қойды. Маған сұрақ қойды. Жастарға көбірек грант беріңізші деп. Қазір грант беруден мәселе жоқ. Облыс бойынша былтыр біз 7000 адамға грант бердік. 5 миллиард теңгеге. Бұл республикадағы ең жоғары көрсеткіш. Тағы да оны көбірек беруге болады. Ол үшін ұсыныс керек кәсіпкерлерден. Жаңағы айтқан 2% менен 4% беретін. Аудан былтырғы жылы қанша грант алды? Ол облысы гранттың қанша пайызы? Қанша ауданның кәсіпкерлері жеңілдетілген несие алды? Ол қанша облыстың пайызы мөлшері болады? Осыған жауап беріңізші. Құрметті Ермек Машбекұлы, жалпы жаңа инвестиция мәселесін айттыңыз. Бұл жалпы аудан дамытудағы оның үлесі орасан зор, конечно. Bu yerде біз енді 2015-2018 жылдары ауданымызда күн электр станциясының құрылысы жүрді. Бірінші, екінші, бұрынғы станциялар. Оған инвестордың алғашқы жылы 23 миллиард, кейінгі соңғы күн сәулесі электр станциясына 25 миллиардтың көлемінде қаржы салынып, біздің ауданымыздың инвестициясы бойынша көрсеткіші жоғарылаған болады. Міне қазіргі соңғы 2 жылда бұл мәселе жыл салыстырмалы түрде төмендеген. Оған қарамастан соңғы 2 жылда деп айтайық, ауданымызда бірқатар инвест жобаларымен жұмыс жасаудамыз. Оның бірі жылдап созылып келе жатқан Қаралма тау-шаңғысы базасының құрылысы. Жобаның құны 4 миллиард 800 миллион теңге құрайды. Мұны жоба жаңағы кәсіпкердің уәдесі бойынша биыл жылы сол қараша желтоқсан айларында толық пайдалануға беремін деген ниеті бар. Одан бөлек бізде ауданымызда мынау Көксай каналының бойында су электр станциясының құрылысы 19 жылдың аяғында басталған болатын. Міне бірінші каскадының құрылысы аяқталды, бірақ өткен жылы індетке байланысты оны соғып жатқан мамандар, Австрияның мемлекетінің мамандары өткен жылы келе алмады. Наладку жұмыстары қосылған. Жобаның құны 5 миллиард 200 миллион теңге құрайды. Одан бөлек ауданымызда Берік Қарашат қалында 8 миллион теңге тұратын отбасылық демалыс орталығының құрылысы басталған болатын. Міне осы жобалық құрылыс биыл жылы өткен жылы жұмыс жасай алмады.
өткен жылы індетке байланысты. Өйткені демалыс орталығы өрде, отбасылық демалыс орталығынан кейін біздің оқу жасындағы балаларымыз да, жеке азаматтар демалуға мүмкіндігі бар еді. Өрде бірақ мәселе сол мынау ол аймақта газ мәселесі бүгінгі таңда шешілмеген білесіздер. Биыл жыл сол Биылкөл округінің төрт елді мекенді агресстік құрылысына мемлекеттен 403 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Сол агресстік құрылыс біткеннен кейін жеке кәсіпкерге болмаса елді мекендерге газ тарту мәселесі шешіледі. Одан бөлек бізде мынау өткен жылы Түркістан облысының кәсіпкерлерін шақырған болатынбыз. Шақпағаты аймағындағы әктастан минералды ұнтақтар шығару бойынша жобасын біз келіскен болатынбыз. Құны 507 миллион теңге тұрады. Жобаның құны ол құрылыс материалы ретінде пайдаланады. Бұл жоба бүгінгі таңда Южказмедиа мекемесімен жер асты қорының құрылыс материал қажетті көлемін анықтауда. Жоба біткеннен кейін облыстық комиссияға ұсынатын болатынбыз. Индустриалдық картаға енгізу бойынша жылына 100 мың тонна өндіретін жоспарда ұнтақтың көлемі және тұрақты 30 азаматты жұмыспен қамтитын болады. Биылғы жылы бұл жоба іске асырылады деген жоспарымыз бар. Мен туризм мақсатында жаңа айтып өттім. Жалпы ауданымызда киелі орындар бар. Берқара қорымы бар, Биылкөл зонасында. 3 жылдан бері бізде ауданымызда біресе Барқуат ескі тарихи орны, қалашықтың орны қазба жұмыстары атқарылып жатыр. Биылғы жылда ол қазба жұмыстары жалғасын табатын болады. Одан бөлек бізде Көксай өңірінде Көксай жастар сауықтыру орталығы ол аймақта да этнотуризм дамыту мақсатында кәсіпкерге арнайы жер берілді. Мен ойлаймын, бұл жобада биылғы жылы өз шешімін табады деген ойдамыз. Сонымен қатар енді ауданымыз ауыл шаруашылық аудан, жалпы негізгі тіршілігіміз мал менен жер бар. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір ауыл шаруашылығының тиімділігі тек суармалы жерден негізінен болу керек. Өйткені көріп отырмыз, суармалы жерден картоп дақылында көкөністі өсіруге болады, оның тиімділігі жоғары. Осы мақсатта ауданымызда жалпы аудан көлемінде бүгінгі таңда 8708 гектар суармалы жеріміз бар. Міне сол суармалы жердің 1606 гектар жері жаңбырлатып суғарамыз. Осы мақсатта жалпы өзіңіздің тікелей қолдауыңызбен жаңбырлатып суғарып. Мен сұрақ қойдым ғой. Неге сол ауыл шаруашылығы өнімдерінің өсімі 1%-нан аспайды? Егер оны біз тамшылап суғаратын болсақ, жақсы мен айтып қоятын, тұқым. Мен қанша сіздерге айтып келе жатырмын. Тұқымның ең кемдегенде 70%-ы элита, бірінші, екінші репродукция болу керек. Сіздерде былтыр 50% болды, биыл 45%. Келесі айтып келетін, тыңайтқыш деймін. Тыңайтқышты қазір мемлекет тегін береді деп айтуға болады. 50%-ын төлемейсің, 50%-ын ертең егінді жинағанда бересің. Тыңайтқыштың қанша кеткенін қарасаң, жылдан жылға ол да көбеюдің орнына азайып бара жатыр. Одан кейін айтқан техника мәселесі. Ең бірінші техниканы алған облыста былтыр осы Жуалы ауданы. Тұқымменен көмектескен СПК-ның осы Жуалы ауданы. Неге өнім көбеймейді? Одан кейін жаңа бекерден бекер айтқан жоқпын ғой енді. Жуалының мүмкіндігіменен Мойынқұмның мүмкіндігін салыстыруға болмайды ғой. Анау құмда орналасқан Мойынқұм ауданы жылда 1000-2000 гектарға суармалы жерлерді көбейтіп жатыр. Канал қазып, бұрынғыларын жаңағы мехотряд арқылы тазалап, басқа деген сияқты. Неге Жуалы ауданында сондай жоқ? Мен сізге талай айттым, картопты айтып жатырсыз. Баяғыда Жуалының картобы бүкіл Совет одағына белгілі болған. Жуалының картобын алатын. Қазір базарға баршы. Қай жақтың картобы бар екен? Павлодардың картобы, Қарағандының картобы. Мына сыр завод туралы айттым. Жуалының сыры да жақсы. Оны ары қарай дамыту керек деп. Ол үшін ауданның әкімі ұсыныс беру керек. Ауданның әкімі облыстық басқармаларға, облыс әкімінің орынбасарына, облыс әкіміне тиісті бөлімі керек. Мына жерде мынандай керек, мына жерде мынаншама ақша керек деп. Барлығын індетке салып қоюға болмайды. Егер шетелден мамандар шақыру керек болса айтыңыз. Біз сізге рұқсат алып береміз. Шақырамыз, шетел келіп отыр ғой, біз істеп отыр ғой. Біраз шетелдің азаматтары басқа салаларда.
мен қазір айтамын, қазіргі таңда экономикасының даму жөнінен жол ауданı ең соңында. Мен бекерден бекер сұрақ қойған жоқпын ғой. Қазіргі таңда жол ауданының мүмкіндігі толығымен пайдалана ма, пайдаланбай ма деп. Егер оның мүмкіндігі болмаса, мен оны айтпас едім. Жаңа айттым ғой енді, қандай мүмкіндіктер бар екен, қысқаша ғана. Сол ғой менің айтып отырғаным. Ананы істейін деп жатырмыз, мынаны істейін деп жатырмыз. Қашанда істейін деп жатыр дейміз, қашан істейміз? Қашан нәтиже болады? Нәтиже болу үшін ұйықтамау керек, жаңа айттым ғой, әкім ұсыныс беру керек. Ұсынысын ары қарай жүзеге асыруға жұмыс істеу керек. Жарайды енді түсінікті. Ары қарай